Мына суретте тұрған кісі Мұхтар Әуезовтің қасындағы менің әкем Серікбай. Бұл кісі 85 жылы қайтыс болды, 56 жасында. Бұл кісі 40 жыл трактор айдаған механизатор болатын, бірақ халық ақыны болатын бұл кісі. Мына залда тұрған Әлімқұл әкем отыр, сол кісі білет жақсы. Серікбай әкем қайтыс болып кетті, Әлімқұл әкем әлі тірі, жүзгігеңіз жек әлеке. Менің әкем негізі ақын болатын, ғажап әнші болатын. Ауылға заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов келгенде алдына шығып, өлең айтып, Мұқан көзіне жас алып еді. Мұқан ол кісіні, сен театрға келсең, Серікбай, ауылда шаң топырақ болып жүре бересің бе деп, театрға шақырып еді, бірақ 10 баланы асырайым деп шыға алмады ауылдан. Бүкіл өнері трактордың астында қалды, шаң топырақтың астында. Мұқан әкеме қайта-қайта хат жазып шақырды, бірақ әкем мен бара алмады. Ал енді айналайын әке, жаң жанатты болсын. Сен келе алмаған театрға бүгін мен келіп отырмын. Біздің ауыл жалпы менен гөрі әкемді ақын деп санайды. Себебі соғыс жылдарында әкем жетім жесірді өліммен жоғалтқан кісі екен. Үлкен кісілер мені көрсе Серікбайдың баласы деп көзіне жас алады. Сенің әкең ақын еді ғой шіркейін деп қояды. Осы ауылдан шалдар көрсем ақтаяқ, марқұм әкең ақын еді деп қояды, әңгіменің арғы жағын жеп қояды. Осы ауылдан кемпір көрсем құр сүйек, әкең шіркін ақын еді деп күрсінеді. Айта алмаған бар секілді бір тілек, аталар мен апаларға жетпейді, ата даңқым шығып жатқан дүркіреп. Ауылдағы жезділерім баяғы, әкең шіркін ақын еді деп қояды, әңгімесі сол әкеме саяды. Ойрам топыр қылатуын ортаны, тентек едің, азулы едің арқалы. Меніменен айтысуға жеңгелер марқұм әкем әруағынан қорқады. Өлең, 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 өлең деп. Ауылымда талай жүрдім көлеңдеп. Серікбай әкең ақын еді деделім, сен әкеңнен асып кеттің деген жоқ. Артта қалған ауылымды көп тойлап, кетіп барам боз далада аттайдап. Боз торғайлар қыр соңымнан қалмайды, әкең шіркін ақын еді деп сайрап. Талай даңқты жүрсек тағы өңгөріп, ел жұртменен тұратындай Серікбайдан кем көріп. Тым құрмаса бола алмайсың Серікбай, елмен бірге жүрмеген соң ел болып. Сонау жылдар бидай тасып арбамен, жесірлерге айтқаным жоқ зарлы өлең. Бірге жылап, бірге күліп елменен, жүре алмасаң жетпейді екен әлденең. Әкеміздің айтқан сөзі арасау, ақын болсаң ел сауабын ал деген.